Өскеменнің ар жағында, Бұқтырманың бер жағында әлемге әйгілі Алтай деген ел бар. Бұл Ақбілек романынан үзінді ғой. Дәл қазір қазақ ғалымдары осы уақытқа дейін қазақша жазылған роман, әңгімелерді, одан қалды сайт, газетке шыққан мақалаларды жасанды интеллектке қотарып жатыр, енгізіп жатыр. Неге? Өйткені жасанды интеллектті қазақша сөйлеткісі келеді ғой. Ассалаумағалейкум, эфирде ғылымыстан. Бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз осы жасанды интеллектті қазақша сөйлету мәселесі. Толстой өзінің «Война и мир» романын жазған кезде 30 000 сөз қолданыпты, ал Мұхтар Әуезов Абай жолын жазғанда 50 000 сөз қолданыпты деп келеді. Ал сіздер жасанды интеллектке 50 миллион сөз енгізгелі жатыр екенсіздер. 50 миллион қазақта ондай сөздер бар ма? Айырып беріңізші, түсінбей қалдық. Рахмет, бұл нақты айыруды қажет етеді. Шынымен сөз бен сөз қолданыс деген екі түрлі дүние. Сөз деген мысалы тіліміздегі барлық түбір немесе туынды түбір тұлғасындағы жекелеген сөздер. Ал егер сөз қолданыс дейтін болатын болсақ, онда ол осының барлық формаларда, яғни грамматикалық формаларда кездесу. Мысалы үшін біз деген сөз болатын болса, бізге, біздің, біздерден, біз үшін дегендердің мысалы оның сөздің өзінің түрленуі, одан кейін оның синтаксистік құрамда болуы, яғни осылардың барлығы біздер сөз қолданыс деп айтамыз. Ол неше рет бас ол сөз, бастың басқа, баспен бастары, басына, осылардың барлығы жеке-жеке ол сөз қолданыстарға жата береді. Сондықтан да оның санының көп болуы осыдан. Ал енді қазіргі біздің жасап отырғанымыз қазақ тілінің ұлттық корпусының корпусы деп жалпы айтайық. Сол ұлттық корпустың біз екі кіші корпусын жасап бітірдік. Үшінші кіші корпусын биылғы жылы қосып жатырмыз. Оның біреуі публицистикалық мәтіндердің кіші корпусы. Публицистикалық дегенде бұл жерде біз осы қазақ елінде шығарылатын баспа сөз өнімдері, ол мысалы Егемен Қазақстан, Түркістан, Айқын деген сияқты бірнеше газеттің мәтіндерін біз осы корпусқа цифрландырып, оны белгілі корпусқа лайықты аннотацияның түрлері бар, белгіленімдер бар. Осыған белгілеп, оны өзінің корпусқа корпус деңгейінде өңдеп жатырмыз. Сонда сіздер жасанды интеллектке газеттің тілі, ғылымның тілі, көшенің сөйлеу тілі, соның бәрін енгізіп жатырсыз? Әрине, ол барлығы енгізілу керек. Корпус дегеннің өзі, ол мысалы өзің бір ұлттың дейікші, біз ұлттық корпус деп отқаннан кейін, бір ұлттың барлық өмір сүру жағдайындағы түрлі жалпы стильдің өзі 5 функционалдық стиль бар. Жаңағы ауызекі сөйлеу стилі, көркем мәтін стилі, ғылым тілі, іскерлік стиль және публицистикалық стиль. Бұл стильдердің, яғни тілдің барлық жағдайда қолданылысы ғой. Осыны біз біртіндеп барлығын цифрландырып, енгізуді мақсат етіп, осыны бастадық. 50 миллион сөз қолданысын енгізесіздер, осымен қазақ тілі тәмамдала ма, әлде бұдан да көп па? Орыс, ағылшын, Қытайда қанша сөз қолданысы бар екен? Бұл мынадай. Әлем бұл жөнінен озып тұр, әсіресе батыс әлемі, тіпті Қытайдың да, Жапонияның да ол сөз корпустары жасақталып, олар белгілі үлкен деңгейге жеткен. Мәселен, Британ корпусы бар, ол 5 миллиардтан асады, Чех корпусы бар, 5 миллиард, орыс тілінің корпусы 1 миллиардтан асып жатыр осы уақытта. Нұргүл апай, енді келесі сұрақ, жасанды интеллектке қазақ тілінің сөз қорын, сөздерін енгізіп жатырсыздар, болашақта қандай пайдасы болады? Қазақ тілін енгізбесек қандай зияны бар? Мынадай, ең әуелі, неге әлем осыған ұмтылады? Неге корпус жасау ұмтылады, егер оның пайдасы болмаса? Неге олар бүкіл тілінің әрбір тіпті бір түйір, мысалы, өте қолданылмай қалған жағдайда оны қосуға ұмтылып отыр? Бірінші, мысалы, осыған ойлансақ. Екіншіден, егер, мысал үшін, біз болады баяғыша өмір сүруге цифрландырмауға. Бірақ не үшін цифрландыру дегенді бір желеу етіп әңгіме жасап жатырмыз, оны жасамайтын болсақ? Ол бірден бір керек дүние не үшін? Мысалы, ең кіші жағдайы біз
осы қазіргі тіліміздің ахуалын түзетуге, неше түрлі сөздіктер жасауға, білім беру жағдайына, осы корпустың базасын қолдануға, немесе аудармалар жасауға, осындағы сөздерді жасанды интеллектіні үйретуге, белгілі бір мақсатта қандай да бір нәрсені сөйлеуге, мысалы үшін ол кімнің қандай мақсаты бар соған байланысты. Жалпы корпустың өзі кім қандай мақсатта құрды, не нәтиже береді деп құрды, осыған да байланысты болады. Сөзіңізден түсінгенім, жасанды интеллект болашақта қалай қазақша сөз саптауды да үйретіп отырады ғой? Міндетті түрде. Нұрлыхан апай, газеттердегі сөз қолданысты, әдебиеттегі сөз қолданыстарды айтып отырсыз ғой. Ауызекі тілі қалай? Енді сөздермен жұмыс істеп отырсыздар. Ауызекі тілді біз былтырдан бастап ауызекі сөйлеу мәтіндерін бастадық. Оның ішінде мына аудио, видео мәтіндер бар ғой, мына әлеуметтік желілердегі осыларды алып, стенограммалап, солардың тілін, сол мәтіндерді салып өңдеумен айналысып жатырмыз арнайы. Бірақ өкінішке орай бұл тіл өте жұтаңдығы бір басқа, лингвистикалық тазалығының мүлдем, мысалы, тіл мәдениетіне қатысты, тіл тазалығына қатысты айтатын болсақ, бұл ешбір нормаға жауап бере алмайды. Біріншіден орыс тіліндегі сөздер, жаргон сөздер, ең қорқыныштысы мына жабайы сөздер, былапыт сөздердің өте көп болуы. Біз амалымыз ауызекіде, сондықтан біз оны амалымыз жоқ қысқартып, ондай сөздерді бермеуге тырысып бағып жатырмыз. Бірақ енді идеялары өзіп кететін жағдайда оны әдейі маркерлеп жатырмыз. Бірақ осының барлығы біздің қазіргі тілде, қазіргі жастар ғана емес ол. Оның ішінде тіпті кәдімгідей тіпті көрнекі деген адамдардың өзінің сөйлемді дұрыс аяқтай алмайтыны, ойдың мысалы шатасып жататын, осылардың барлығы көрініс беріп жатыр. Яғни ол да бір зерттеп қарайтын дүние. Неге осындай деңгейге жеттік? Бізге не жетіспейді? Оның барлығы меніңше қарап отырсаңыз, қазір адамзатқа ұсынылатын ақпарат, медиа ақпарат болсын, басқа ақпарат болсын, сапасыздығынан. Жеңіл желпі, күлкі ойын, немесе әйтеуір бір жекелеген бір тұрмыстық деңгейдегі дүниелер осылардың көбейіп кетуіне байланысты біздің санамызда уланып жатыр. Оның орнына біздер дұрыс танымдық, адамды тәрбиелейтін, оған дұрыс ақпарат беретін, оның адам ретінде өсуіне мүмкіндік беретін ақпараттарды көбейту керек. Сол кезде ол өңделеді. Тіл тірі болу үшін ол тілде сөйлесу керек дестік әуелде. Кейін тілің кітапқа түсу керек дестік. Замана келді, тіліңді компьютер түсінбесе, ол тіл өлуі мүмкін, жоғалуы мүмкін дестік. Ал қазір жасанды интеллект сенің тіліңді түсінбесе, ол тілдің болашағы бұлыңғыр десіп жатырмыз. Дәл қазір студиямызға Нұрлыхан апайымыз келді. 50 миллионға жуық сөз жасам, сөз қолданыстарын енгізіп жатыр. Сізге мың рахмет, ісіңізге сәттілік.